Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Шмадияр Жабайхан және бұл Қарапайым Мастер каналы. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте ерекше зат көрсететін боламын. Яғни мына зат. Бұл заттың ерекшелігін өздеріңізде көріп тұрсыздар, сондықтан да каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Ал мен дәл осы затты сіздерге қалай жасалу керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен студиямызды дайындап аламыз. Бізге ең алдымен жуандығы 1 сантиметрлік фанер ағашы керек. Сіздер оны құрылыс дүкендерінен сатып ала аласыздар. Видеода көрсетілгендей циркульмен немесе кез келген домалақ пішінді тарелка болса да болады. Сол сияқты затпен шеңбердің жарты бөлігін сызып алуымыз керек. Біз сызбамызды дайындап алған соң кружкамен бір қойып тексеріп аламыз. Егер дұрыс келсе, лобзик немесе кәдімгі қол арамен біз осы сызған сызбамызды жақсылап кесуіміз керек. Кесіндіміз дайын. Енді біз дәл осы ыдыстың тұруы үшін тағы да фанерді шеңбер қылып кесіп алуымыз керек. Бірақ кішірек өлшемде. Яғни скотч немесе сол өлшеммен қатарлас шеңбер затпен фанерді кесіп аламыз. Енді біз екі бөлшегімізді қатты қағазбен тегістеп аламыз. Енді біз осы тескен жерімізге жіп байлап қоюымыз керек. Бұл заттың маңызды бөлігі. Міне, дәл видеодағыдай екі бөлікті жабыстырасыздар, сосын резеңке керек болады. Яғни өзіміздің ыдысымыз тұрған кезде таймауы үшін, яғни нығыз тұру үшін.
бізге дәл осындай 2 дана бөлшек керек болады. Ағаш қолдан кесіп алдым. Міне, дәл осындай фигурадан мен 2 жасап алдым. Міне, мынаның түбіне ол дәл осылай орнатылатын болады. Ендеше орнатып бастайық. Міне біздің затымыз дайын. Енді өздеріңіздің кофе немесе шайларыңызды кружкаға қойып, қалған жерлеріңізге төкпей және тез апарсаңыздар болады. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп шын жүректен рахмет. Сіздердің әрбір менің видеомда қарағандарыңыз, яғни қаралымдарыңыз маған өте керемет мотивация береді. Сондықтан да дәл осындай келесі керемет видеода кездескенше сау болыңыздар.